Құрметті оқырман, жоғарыда уәде еткендей, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, біз Оралхан Бөкейдің туған шаңырағына келіп тоқтадық. Осы орайда біздің киелі Түркістаннан келген қонағымыздың пікірін білсек деп тұрмыз. Өзіңіздің алған әсеріңізбен бөлісіп жіберсеңіз. Әрине, әсерге найза ойламайды. Мынау сіздердің осындай киелі Оралхан Бөкейдің туған еліне, туған қара шаңырағына, үйіне, бүгінде қоғамымыз керемет музей жасап тұрған үйіне келіп, әсерімізді жеткізу мүмкін емес. Мың айтып бір көргенге жетпейтіні рас екен. Мынау алдында тұрған тақтайшаның өзі, ескерткішінің өзі біздің тарихтан, ұрпақтан ұрпаққа тарихымызға жеткілікті нәрсе деп ойлаймын. Бүгін әрине көзбе-көз Оралхан Бөкейдің көзін көрмесек де, көзін көрген Аманжан ағамызбенен Махвина апамыздың естіген әңгімелерімізді айтып жеткізу мүмкін емес. Өзі өлсе де көзі көрген өлмесін деген осы екен. Біз сіздерге ризамыз. Бүгін мынау Шағатай, Шыңғыстай ауылына келіп, осындай үлкен музейге келіп, ат тізгінін тоқтатып, ішіндегі бүкіл мұражайға қанық болып отырған шығармасын ары қарай өріп өткен мына үлкен Қаратастың өзі, артта тұрған қос қайыңның өзі не тұрады? Екі қос қайың бір егіз, біреуі Оралхан, біреуі Айжан сияқты. Міне керемет мынау алған әсерімізге ризамыз. Жақсы, құрметті оқырман, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, біздің қазақта өте жақсы сөз бар, мың естігеннен бір көрген артық деп. Сіздер де Шыңғыстайға келіңіздер, сізбен біз болып, Оралханның атын мәңгі бірге асқақтатайық. Рахмет.